Қайырлы күн достар, менің каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздермен өте жұмсақ және дәмді болып шығатын, ашытқысыз және тез жасалатын пирожкидің рецептісімен бөліскім келіп отыр. Бөлме температурасындағы жылы айранға тұз, қаймақ, сұйық май, қант, жұмыртқа салып жақсылап араластырамыз. Ұнды елекпен бөліп елейміз. Үстіне ас содасын қосып, жұмсақ қамыр илейміз. Бұл пирожкидің салмасына неше түрлі зат салуға болады. Мысалы, ет, саңырауқұлақ, қырыққабат, пюре секілді. Мен бүгін картоп пюресін жасайтын боламын. Жұмсақ, қолға жабыспайтын қамыр болып шығуы керек. 15 минуттай орамалдың астында ұстай тұрамыз. Салмасын дайындаймыз. Ол үшін мен картопты қайнатып алдым. Үстіне сары май қосып, ездім. Майда туралған пиязды сұйық майда қуырып алып қосамыз. Тұз, бұрыш саламыз. Жақсылап араластырамыз. Мен бүгін үлкен пирожки жасаймын. Сол үшін қамырымызды 12 бөлікке бөлемін. Кішкентай пирожки жасағыңыз келсе 20 бөлікке бөлуге болады. Бөліктерді домалатып аламыз. Біреуін жайып жатқанда қалғандарын орамалдың астында ұстаймыз. Қалыңдығы 4-5 мм-лік кішкентай домалақ жасаймыз. Үстіне бір ас қасық салмамызды салып, жақсылап бүгеміз. Қуырғанда пирожки ашылып кетпеу үшін жақсылап қатты бүккеніміз дұрыс. Әдемі формаға келтіріп, жақсылап жіңішке қылып қайтадан жаямыз. Жайылған пирожкилер кеуіп қалмау үшін орамалдың астында ұстаған жөн. Сұйық майды қыздырып аламыз. Пирожкилерді екі жағы жақсылап қызарғанша орташа отта пісіреміз. Егер қатты отта пісірсек, пирожкилеріміздің қамыры піспей қалуы мүмкін. Пирожкилер осымен дайын, өте дәмді, жұмсақ болып шықты. Менің каналыма жазылып, қоңырауды баса кетіңіздер. Видео ұнаса, комментарий және лайк қалдыруды ұмытпаңыздар. Сіздермен болған башын келесі видеоларда жүздескенше.